Пеппамын. Ол менің кішкентай інім Джордж. Бұл шошқа мама, а бұл шошқа папа. Турай, Пеппа. Шошқа мама жұмыста. Шошқа мама өзінің компьютерінің алдында жұмыс істеп отыр. Шошқа папа түске көже жасап жатыр. Папа, компьютермен отырған маманы көрсек болады ма? Кедергі келтірмесеңдер болады. Бүгін ол көптеген маңызды жұмыстарды бітіріп тастау керек. Рахмет, папа. Шошқа мама өте көп маңызды жұмыстарды жасап тастау керек. Мама, Джордж екеуміз тізімге отырып жұмысымды көрсек болады ма? Екеуің де тыныш отырсаңдар болады. Пеппа мен Джордж маманың компьютер алдында жұмыс істегенін қарауды жақсы көреді. Мама, біз компьютерде бақытты балапан ойнасақ болады ма? Бақытты балапанды кейінірек ойнауға болады. Бірақ дәл қазір мен жұмыс істеуім керек. Мама, біз саған көмектесек болады ма? Жоқ, Пеппа. Компьютерге тиісуге болмайды. Және Джордж, сен де компьютерге тиіспей отыр. Я, Джордж, лай істеме. Пеппа, қой! Кешір, мама. Менде Джорджқа лай істеме деп көрсетім. Ой, бұл компьютерде бұлай болмауы керек қой. Шошқа папа! Шошқа папа! Не болып қалды, шошқа мама? Шошқа папа, сен компьютерді жөндей аласың ба? Сен компьютер жөндегенше мен тамақ пісіруді бітірейін. Келістік, шошқа мама. Бірақ мен мұндай заттарды өте жақсы білмеймін. Рахмет саған, шошқа папа. Шошқа папа компьютерді жөндеп көреді. Егер жай өшіріп көрсекші. Және қайтадан қоссақ. Шошқа папа компьютерді жөндеді. Алақай, папа. Иә, мен бұл салада эксперт болып саналамын ғой. Папа, біз компьютерде бақытты балапан ойнасақ болады ма? Шошқа мамадан сұрау керек шығар. Мама кейін ойнауға болады деді. Онда жарайды. Бірақ мен диск қайда екенін білмеймін. Ипи! Енді менің кезегім. Енді менің кезегім. Ана жақ не болып кетті? Компьютер істеп жатыр екен ғой.